2016 жылдың 29-30 қыркүйек аралығында ұлттық тестілеу орталығы педагогикалық өлшеулер тәжірибе мен даму болашағы тақырыбында екінші халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізді. Конференция білім беру сапасын бағалау мәселелері, педагогикалық өлшеулердің теориялық қағидаларын практикалық тұрғыда жүзеге асыру, әлемдік үздік жетістіктерді көрсету мәселелерін қамтып, келесі бағыттар бойынша жүргізілді. Бірінші, білім беру нәтижелерін өлшеу құралдары, тапсырмалар мазмұны, тапсырмалардың сапасын бағалау және оларды болашақта жетілдіру мәселелері. Екінші, емтихандар мен мониторингтердің нәтижелері, талдау және оларды басқармалық шешімдер қабылдауда білім сапасын көтеру мақсатында пайдалану. Үшінші, ақпараттық коммуникациялық сауаттылықты бағалау. Білім алушылардың дайындық деңгейлеріне қойылатын талаптарға жаңа көзқарас. Төртінші, бағалау мәдениетін қалыптастыру. Білім беру саласын модернизациялау жағдайында педагог кадрларды дайындаудың осы күнгі бағыты ретінде. Конференцияға 7 елден Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Нидерланд, Англия, Тәжікстан Республикасы, Түркменстан Республикасы және Қырғызстан Республикасының білім сапасын бағалау саласында жұмыс істейтін 200-ге жуық мамандар, сарапшылар мен зерттеушілер қатысты. Конференция барысында пленарлық мәжіліс жұмысы мен тақырыптық секциялардағы жұмыстар, жетекші сарапшылардың тәжірибе бөлісу шеберлік сабақтары, сонымен қатар әртүрлі тапсырмаларды қамтитын компьютерлік тестілеу бағдарламаларымен таныстыру өткізілді. Сол сияқты конференция барысында оқу-әдістемелік құралдар мен емтихандарға дайындық құралдарының көрмесі ұйымдастырылды.